Қызылордалық дәрігерлер әлемнің озық клиникаларында біліктілігін арттырады. Отандық медицинаға үздік технология мен инновациялық емдеу тәсілдерін ендіру мақсатында сырбойлық неонатолог және онкологтар Оңтүстік Кореяда білім алады. Жалпы соңғы 2 жыл ішінде жергілікті 24 маман шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасып үлгерді. Осыдан 2 жыл бұрын Тынымбай Мәдиевке көмей ісігі диагнозы қойылды. 68 жастағы науқас химиотерапияның 6 курсын қабылдады. Дәрігерлердің жаңа тәсілдерді қолдану арқасында жоғары дозалы препараттардың ағзаға әсері жеңіл өтті. Общий палатта жататынбыз. Қазір міне бокс деген палата ашылып жақсы болды. Жақсы жаңадан препараттар пайдаланып жатыр. Уголокта жасап қойған, ішіне демалғанда еркін демаламыз. Сосын жаңағы қыздар, емдейтін қыздар өте жақсы препараттарын әкеледі. Иммунитетіміз бұрын төменет жоғарылады. Жаңадан технологияны пайдаланып жатыр. Ризамыз. Жоғары дозалы химиотерапияны оңтайлы тәсілмен жүргізуді онкологиялық орталық мамандары Оңтүстік Кореялық дәрігерлерден үйреніп келген. Виктория Юн шетелдік клиникада білімін жетілдіріп, қазірде ем-дом барысында қолданып жүр. Биыл тағы 20 медицина қызметкері Оңтүстік Кореяға аттанады. Соның бірі Әсет Жалмағанбетов. Жас хирург бариатриялық хирургия төңірегінде тереңдетілген курстан өтеді. Қызылорда облысында әлі жасалмайды. Бариатриялық хирургия деген әдіс бар. Асқазанның семіздікпен және сахарный диабет, қант диабетімен емдеу әдісіне келеді, және семіздікті емдеу әдісі болып келеді. Ол біздің Қазақстанның кейбір қалаларында жасалады, көп қалада жасалмайды. Ол Кореяда жасалып жатқан оперативті емдеу әдісі. Сол біз баратын оқу орнында сол оперативті әдісті жасайды. Біз сол әдісті меңгеріп, осы жаққа енгізсек деп жатыр. Сыр өңірінің ақ халатты мамандарын оқыту жобасы облыстық бюджеттен қаржыландырылады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлқайдар Тұрлыханов, Қызылорда, Хабар 24.